Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Аят Аль-Курси құдіретін білесіз ба? Бұл оқиға шын өмірден алынған. Қаланың жергілікті газетінде қараңғы көшеде алдыңғы күні екі әйелдің зорлығы орын алғаны туралы хабарлама болады. Шамамен сол уақытта жас мұсылман қыз колледжден үйіне қайтып келе жатады. Қараңғы түсіп кетуі себепті анасы уайымдамасы үшін үйіне ертерек жеткісі келеді. Қызда екі таңдау болады. Қауіпсіз, бірақ ұзақ жолмен жүру. Немесе ең қысқа жолмен жүру. Яғни сол екі әйел зорланған қараңғы көше. Сағатына қарап, ол қысқа жолмен жүруді шешеді. Көшенің екінші басында алдынан ер адамның тура өзіне қарай келе жатқанын көреді. Қыз жылдамдатып басып, Аят Аль-Курси оқи бастайды. Ер адам кенеттен кері бұрылып кетіп қалады. Үйіне келген соң қыз болған оқиғаны ата-анасына айтып береді. Кейінірек газеттегі хабарламаны оқып, олар полицияға хабарлауды жөн көреді. Полиция қызметкерлері ер адамның түр әлпетін сипаттап беруді сұрайды. Бірнеше күннен кейін полиция бөліміне жәбір көрген әйелдер мен қызды шақырып, бірнеше ер адаммен салыстыруын сұрайды. Бәрі бір адамды көрсетеді. Полиция абдырап қалады. Қылмыскерден, неге қызға тиіспедің деп сұрайды. Оның екі жағында еңгезердей екі еркек келе жатты. Мен оған қалай тиіседі екенмін деп жауап берген екен қылмыскер. Ол екі қорғаушы кімдер болды? Олар Алланың жіберген періштелері еді. Себебі ол Аят Аль-Курси оқи бастаған. Аятул Курсиді ықыласпен оқыған пенденің дәрежесі жоғарылап, иманы кемелденеді. Аятул Курсиді қаперінде сақтаған пендені Алла тағала түрлі бәледен сақтайды. Аятул Курсиді таңертең оқыған пенде кешке дейін, ал кешке оқыған пенде таң атқанға дейін Алла тағаланың қамқорлығында болады. Тирмизи. Аятул Курсиді ұйқыға жатқанда оқыған адамды таң атқанға дейін Хақ тағаланың сақшысы шайтаннан қорып шығады. Бухари. Қиналған сәтте Аятул Курсиін оқыған пендені Алла тағала қамқорлығына алады. Ибн Суни. Аятул Курси оқылған үйден шайтан қашады. Әл-Хаким. 5 уақыт намаздан соң Аятул Курсиін оқыған пенденің жәннатқа кіруіне тек өлім бөгет болады. Насай. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.